Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге beautiful деп айтудың басқа да жолдарын айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Жалпы қазақ тілінде beautiful сөзі әдемі деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар бұл сөзге синоним ретінде attractive немесе good looking сөздерін қолдансақ болады. Бұл сөздер ер адамдарға да, әйел адамдарға да байланысты қолданылады. Мысалы, her husband is really good looking. Бұл сөйлем оның күйеуі шынында да келбетті деген мағынаны білдіреді. Ағылшын тілінде сонымен қатар тек ер балаларға байланысты қолданылатын handsome деп аталатын сын есім бар. Бұл сын есім сымбатты деген мағынаны білдіреді. Ал тек әйел адамдарға байланысты қолданылатын сын есім pretty деп аталады. Бұл сын есім әдемі деген мағынаны білдіреді. Мысалы, your daughter is very pretty. Сенің қызың өте әдемі деген